Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз нефротикалық синдром мен нефритикалық синдромның екеуінің айырмашылығы. Жалпы бүйрек ауруларында біз білеміз, осы екі синдром жалпы аталады, яғни осы екі синдромның негізгі айырмашылығы да былай негізгі білінбегенмен, бірақ ойып алатындай өздерінің айырмашылықтары бар. Яғни негізгі бұл екі синдром жағы шумақшада жүреді, бүйректің шумақшасында жүреді. Бірақ та бұлардың негізгі айырмашылығы нефротикалық синдром кезінде податистер зақымдалады. Яғни буы мен шумлянский қабатының сыртын қаптайтын податистер, яғни қабат зақымдалады. Ал нефритикалық синдром кезінде бұл базальды мембрана мен оның эндотелий қабаты зақымдалады. Содан кейін нефротикалық синдром кезінде құрамында көп мөлшерлі жағы 3,5-3,5 грамм тәулігіне биолог анықталған жағдайда нефротикалық синдром болады. Содан кейін бұл жерде гипоальбуминемия, сосын гиперлипидемия, сосын липидтің болуы, сосын жалпы ісіну осы нефротикалық синдромға тән. Содан кейін ал нефритикалық синдром кезінде бұл жерде артериялық гипертензия, сосын азоттың болуы, сосын биолог бұл жерде анықталмауы мүмкін, яғни бірақ кішкене мөлшерде анықталуы мүмкін, яғни бұл ондай қатты жағы значительный емес. Сосын ісік анықталады. Енді нефритикалық синдромға тоқталатын болсақ, бұлар жалпы ісік пайда болады дедік, яғни ісікте основном осы беті ісінеді. Сосын беттен бастап аяққа дейін ісінеді. Яғни таңертеңгі уақытта беті, сосын кешкі уақытта аяғы ісінеді. Бұл көріністер жалпы қабыну процесінің фонында, яғни эндотелий мен базальды мембрана зақымдалған уақытта нефронның ишемиялық болуына байланысты болады. Бұл рефлекторлы түрде юкстагломеруларлық жасушалар мен ренин секрециясын белсендіреді. Бұл ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесіне әсер етеді. Содан кейін бұл натрий иондарын және олармен бірге суды бірге ұстап қалатын альдостерон секрециясын арттырады. Жалпы қан көлемінің артуы және плазмада гидростатикалық қысымның жоғарылауын қалыптастырады да артериялық гипертензия мен ісінуге алып келеді. Сосын тағы бір осы синдромға қалыпты симптом бұл олигурия болуы, яғни күнделікті зәрдің мөлшері 500 мл аз болуы. Сосын зәрде азотемияның болуы, азот қышқылдарының болуы. Жалпы бұл құбылыстар осы шумақтық фильтрация жылдамдығының төмендеуімен түсіндіріледі. Яғни базальды мембрананың зақымдануына байланысты негізгі осы қабыну пайда болады, яғни воспаление болады. Жалпы қабыну дегеніміз не? Қабыну деген бұл инфильтрация, яғни қабыну жасушаларымен қабыну сұйықтығымен базальды мембрананың инфильтрациясы базальды мембрананың қалыңдығы мен оның тығыздығын арттырады. Одан сүзгіне өтуі керек заттар оны нашарлатады да, сосын баяулатады. Сондықтан олардың қандағы мөлшері артып кетеді, яғни соның әсерінен олигурия пайда болады да, зәрдің қалыпты көлемін сүзіп алу мүмкін емес. Сосын гематурия анықталады. Гематурия бұл нефритикалық синдромда податистер зақымдалады. Зақымдалғаннан кейін податистер дегеніміз айтып кеткеніміздей буы мен шумлянский шумақшасын қаптап тұратын қабат. Податист зақымдалған уақытта үлкен молекулаларда фильтрацияны өтіп кетеді, яғни бұл біріншілік фильтрация деп атайды. Оларға биолог эритроциттер жатады, яғни үлкен молекулаларға. Эритроцит біріншілік фильтрацияны өтіп кеткесін зәрде гематурия анықталады. Биолог өткесін протеинурия анықталады да, нефритикалық синдромда тәуліктік доза сосын 3 граммнан аспайды, 3,5 граммнан аспайды. Енді келесі нефротикалық синдромға жалпы протеинурия, яғни 3,5 граммнан артық болуы тәуліктік дозасы, сосын альбуминнің төмен болуы, гиперлипидемия, жалпы ісіну болады. Бүйрек ауруларында кездесетін негізгі симптом. Сосын нефротикалық синдром зақымдаған шумақ фильтрінен биологтың аса көп мөлшерде жоғалтуынан дамиды, яғни жоғалтылатын биологтың мөлшері тәулігіне 3,5 граммнан асқан уақытта жойылған биологтың орнын бауыр толықтырып үлгермейді. Сондықтан қандағы биологтың мөлшері азаяды. Нефротикалық синдромға тән ісіну гипопротеинемияның салдарынан болады. Клиникалық көрінісі. Жалпы клиникалық көрінісінде бізде әлсіздік, тәбеттің нашарлауы, жүрек айнуы, ентікпе, бел тұсының ауырсынуы байқалады.
Жалпы ісіну бұл бірінші бет аймақтарынан басталады, табандар мен балтырларға дейінгі ісінеді. Содан кейін ісіну бүкіл денеге дейін таралады. Кейде ісіну анасарка деңгейіне дейін болады, яғни гидроторакс, жаңағы асцит, сосын гидроперикард анықталуы мүмкін сирек жағдайда. Ісінудің басты себебі бұл альбуминнің төмен түсуі, гипоальбуминемия деп атайды. Альбуминнің төмен болуы бұл қанның коллоидтық осмостық қысымы төмендеуіне байланысты. Қанның құрамындағы су тамыр сыртына шығып гиповолемияға алып келеді. Гиповолемияның өзі рениннің, альдостеронның шамадан артық бөлінуіне түрткі болады. Осыдан су мен натрийдің реабсорбциясы күшейеді де, судың жиналуы одан сайын артады. Ісінудің ауыр түрінде терінің аса керілген аймақтарында, осы санда, кеуденің, құрсақтың бүйір бетінде стреллар пайда болуы мүмкін. Дистрофиялық бұзылыстарда терінің құрғақтығы, тырнақтарының сынғыштығы, шаш талшықтарының үзілгіштігі, сосын миокардтың өзге ағзалардың дистрофиясы анықталады. Жүрек тондары әлсізденеді, кейде систолық шу естілуі мүмкін. Ұйқы безінің негізгі ферменттері, яғни липаза, амилаза деген сияқты сондай ферменттердің бөлінуі көбейеді. Нефротикалық синдром кезінде электролиттік бұзылыстар анықталады, яғни D3 витаминінің жетіспеушілігінен ішекте кальцийдің сіңірілуі бұзылады. Содан гипокальцемия дамиды. Паратгормонның секрециясы жоғарылайды, ал гиперпаратиреоздың салдарынан остеопороз дамуы мүмкін. Анемияның дамуы анықталады, яғни трансфериннің зәрмен жойылуы, темір сіңірілуінің бұзылысы, эритропоетин синтезінің азаюы және оның зәрмен жойылуы анықталады. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оқуда жемісті болыңыздар.